Баршаңызға сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын, тіпті сатылымға да шығаруға болатын булочканың рецептімен бөлісемін. Видеоның маңызды бөлігін өткізіп алмас үшін видеоны толық соңына дейін көріңіздер. Жылы сүт, жылы суымызды араластырып, осылай ыдысымызға салып аламыз. Содан кейін қантты салып, ерігенше араластырамыз. Содан кейін өлшеп алған дрожжымызды, яғни ашытқымызды салып, тағы да араластырамыз. Ингредиенттерді астына описание бөліміне және комментарий бөліміне жазып кетемін. Бір дана жұмыртқамызды салып, тағы да бір рет араластырып аламыз. Алдын ала ерітіп алған сары майымызды да қосып тағы араластырамыз. Ингредиенттер бір-бірімен жақсы араласып, дәмді болып шығу үшін осылай әр салған кезде араластырып отырыңыздар. Ұн міндетті түрде жоғары сорт болу керек. Алдын ала өлшеп алдым. Венчикпен осылай араластырып, содан кейін қолдың көмегімен илесеңіздер болады. Булочканың қамыры міндетті түрде жұмсақ болу керек. Сол үшін ұнның барлығын бірден салып жібермей, аз-аздан салып, жұмсақ қамыр илеуіңіз керек. Дәл осы видеодағы қамырды мен бүгін сатылымға шығарамын. Және сіздер үшін арнайы түсіріп алдым. Қамырды илеп болдық. Міне осындай жұмсақтықта болу керек. Енді бетін жауып, жылы жерге 1 сағат көлеміне қойып қоямыз. Арада 1 сағат уақыт өтті. Міне біздің қамырымыз дәл осындай әп-әдемі болып үлпілдеп көтерілуі керек. Енді біз бұл қамырда тағы да бір қайтара илеп, қайтадан бетін жауып қоямыз. Арада жарты сағаттай уақыт өтті. Міне біздің қамырымыз тағы да әдемі болып көтерілді. Енді біз бұл қамырды жерге алып, зуалаларға бөлеміз. Сатылымға шығаратын болғандықтан әрбір зуаланы 100 граммнан өлшеп алдым. Бұл видеода весайдың экраны көрінбей қалыпты. Әрбір зуала 100 граммнан шықты. Міне біз зуалаларға бөліп алдық. Енді 5 минуттай тындырып бетін жауып қоямыз. 5 минуттан кейін шетінен бастап булочкамызды жайып әдемілеп, ішіне начинкасын салып формаға келтіреміз. Мен арасына сгущенка салдым. Менің сатып алған сгущенкам кішкене сұйықтау екен. Негізі міндетті түрде қою түрін алыңыздар. Сол кезде ішіндегі начинкаңыз ағып кетпейді. Осы жерде булочканың үлпілдеп әдемі болып көтерілуінің құпиясымен бөлісейін. Дәл осылай листке жайғастырып алғаннан кейін тағы да 20 минутқа бетін жауып тындырып қойыңыздар. Сол кезде қамырыңыз әдемі болып көтеріліп, духовкада өте әдемі болып піседі. Енді бетіне жұмыртқа мен сүтті араластырып жағып аламыз. Беті сап-сары болып, қызарып, әдемі жылтырап шығады. 15-20 минут уақыт өткеннен кейін жаңағы бетіне жағатын жұмыртқамызды тегіс етіп жағып аламыз. Алдын ала духовкаңызды 180 градуста қыздырып қойыңыздар. Және қызып тұрған духовкада 180 градуста 20-25 минут көлемде пісіріп алдым. Сіздер өз духовкаңыздың уақытына, қызуына қарап пісіресіздер. Біздің булочкаларымыз дайын болды. Өте үлпілдеп, жұмсақ. Ауызға салсаң, ауызда еритіндей болып дайын болды. Жасап көретін болсаңыздар, өз ойларыңызды комментарий бөліміне қалдырып кетіңіздер. Және қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің каналыма тіркеле кетіңіз.